Йоу, барлықтарыңа саламатсыздар, сіздермен бірге мен Мико, және бұл семьяны дамыту екінші бөлім. Тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай промокод алдым. Қазір /промо дейміз, и өзіміздің промокодымызға кіреміз, управление промокодом. И соның астында информацияны басамыз. Ол жақта осы промокодқа керек информацияның барлығы бар. И далее басып, и осы жерден стопқа қойып алып барлықтарын көріп алыңыздар. Мен уже оқып біттім. Енді назадты басып сообщениеға кіреміз. И далее басамыз. И осы жерден мен шығып кеттім. Қазір айтып жазамыз промо деп. И управление промокодын. И вступление в промокод. Қазір установить етеміз. Мен дәл осылай сіздер промокодын жасаңдар. Осындай сообщение келетін болады. Сол үшін менің промокодымды жаз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осы партнерство общениеға кіріп алдым. Бұда информация. И сосын общение деген екі группа бар. Оның біреуінде информацияны көре аласыңдар. Ал екіншісі общениеде кәдімгі өзіміздің общениемізді көріп отыратын кәдімгі сөйлесетін чат. Ал келесіге кеттік. Сен өзіңе аважопка және привет жақсы бұта және арзанбада әзірсіме, онда все тұрған ссылкаға қойып. Сен қазір партнерствода қанша шын ақша төлейтінін білгің келе ме? Онда мына видеоны до конца қара. Ал мен көп сөзбай қазір айтам. Оған дейін сен лайк және досыңа таратуды ұмытпа. Ең бірінші TikTok пен шортстың видеоларына қанша ақша төлейтінін кеттік. Ал ең біріншіден 300 бен 500 просмотрға 25 рубль, и 500-ден 800-ге 50 рубль, 800-ден 1400 просмотрға 75, 1400 2000 аралығында 100 рубль, 2000 мен 3500 аралығында 150, 3500 мен 5000 аралығында 200 рубль, 5000 мен 7500 просмотрға 400 рубль, 7500-ден ары кеткендерге 500 рубльден береді. Ал сен аптасына қанша видео түсіресің, соған байланысты болады. Ал енді YouTube'тың видеосына кеттік. YouTube'тың видеосы дегенде ол длинный видео болып саналады. Сондықтан оларға только менеджер ғана көмектеседі. Менеджер өз бағасын айтады. Сол кезде сен ол бағаға келісіп заявка лақтырасың. Ол понедельник пен вторник аралығында сенің кәсіпкеріңе түседі. Сол себепті осы жерден басып YouTube'қа видео сала бер. Оның біреуі видео атып кетеді. Мысалы, сен күнде 100-150 сондай просмотр жинап жатсыз, и біреуің болсын 2000-нан асып кететін болады. Содан кейін активің көбейіп кетеді. Сол үшін қазірден бастап тоқтамай до конца баса бер. Менде қазір жаман жаңалық болып тұр. Сол үшін қазір айтайын деп шештім. Мен алдыңғы аптаның бір күні досыма бір күнге осы өзімнің аккаунтын бергем. Ол фамадағы барлық машинаны сатып, өзі газикке барып қадалып қалған. Сондықтан одан ақшаны күтеміз. Ол берген кезде фаманы дамытып тастаймыз. Оған дейін сендер жиналамызда захваттарға бара береміз и жайлап дамый береміз. Ал ол қашан беретінін білмейшкем, одан сұрап нақты жауабын айтып и сол ақшаның барлығын қайтарып алатын боламыз. Оған дейін мен өзім автопаркты жайлап дамыта берем. И енді оған дейін біз захваттарға барып бірге қызық болады деген ойдамын. Ал сен менің промокодымды жазуды ұмытпай, #Miko. Ал осымен видео аяқталды. Давайте, достар.